Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, алдымызда келе жатқан Құрбан айт мейрамы баршамызға құтты болсын. Және сол қасиетті күнге баршамызды Алла тағала төрт көзіміз түгел аман-есен жеткізсін. Сол жылда айтып келе жатқан дерт тақырыпты тағы қайталаймыз. Осы құрбандық шалатын күні біздің елде Құдай самасын масқара ысырап болады. Адамдар құрбандық шалады, сирақ, бас, қазір енді терісі де, шек қарын бәрі мұсырға кетеді, қоқырсыққа кетеді. Мұна бойнялар, мал соятын жерлер, шамасына қарамай заказ қабылдап алады да, сонымен талай етті састып, жаңағы біз айтқан мүшелердің бәрі қоқырсыққа кетіп жатыр. Ағайындар, бұл шүкірсіздік болып саналады, бұл ысырап болып саналады. Өйткені біздің баяғыда жас кезін, біздің бала күніміздің өзінде 90 жылдарда аналарымыз, жеңгелеріміз басты үйітатын, сирақты үйітатын, шек қарынды тазалайтын, бұның бәрі жеуге жарайтын тағамдар, қоқырсыққа тастауға обал болады. Сол үшін осы мал соятын орындарға айтатын ек, Құдайдан қорқыңыздар, мұсыр қылып ол әр жерге жаңағы мүшелерді састып тастамай, сондай тірлікпен айналысып отырғаннан кейін жағдайын жасаңыздар. Адамдар жалдаңыздар, сол ішекті тазалайтын, сирақты үйітатын, ақшасын төлеп болса да адамдар жалдап сол жерде солай жасау керек. Енді бір шетінде мынандай нәрсе бар. Бір отбасылар бар, жейтін тамақ таппай отырмыз дейтін отбасылар бар. Былтыр осы әңгіме болды. Сонда барып осы шек қарынды аяқ басты алып кетпейсіздер ма десе, үйітіп берсе, шек қарынды тазалап берсе, жейміз ғой дейді да. Бұның өзі аш адамның әңгімесі емес ол. Өзі әкетіп, үйітіп алғысы келіп, үйітіп, шек қарын тазалап алғысы келіп тұрған жоқ. Тазалап берсе, үйітіп берсе, жейміз дейді да. Осы енді жағдай төменде отбасылар болатын болса, сондай бойняларға баратын болсаңыздар, сирақ бастарды, шек қарындарды тегін аласыздар. Барып алып кетіңіздер, үйітіп жеңіздер. Ал сол мал соятын орындар болатын болса, ысыраптан қорқыңыз, Құдайдан қорқыңыз. Ақыр сондай нәрсе жасап отырсыз ба, кішкене шығының шығар, бірақ адалдап істейтін нәрсеңді адам жалдап болса да, сол бас аяқты сиратып, бас сирақты үйітіп, шек қарынды тазалатып, мұқтаж адамдарға беріңіздер. Бұдан да сауап аласыздар. Егер де расында да іздегендеріңіз сауап болатын болса.